Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2021 жылы жарық көрген трейлер жанрында түсірілген Супер Хозяйка фильмі туралы айтып беремін. Тедди және Клэр өздерінің YouTube каналдарына жалға берілетін демалыс үйлері туралы видео түсіреді. Соңғы кездері олардың тіркелушілері азайып, табыстары түсіп кетеді. Осы себепті де олар үнемі ата-аналарынан қарызға ақша алады және де осы жағдайдың кесірінен олардың аралары суый бастайды. Тедди бұл жағдайды жөндеу үшін олардың келесі демалысында қызына үйленуге ұсыныс жасамақшы. Осылайша олар таудағы демалыс үйін жалға алды. Бұл үй туралы интернетте тек қана жақсы пікірлер бар еді. Алайда олар үйге жетіп келген кезде есікті ешкім ашпайды және де олар үйдің егесімен байланыса алмайды. Уақытты босқа өткізбеу үшін олар каналдары үшін видео түсіріп бастайды. Осы сәтте Ребекка деген қыз пайда болып, үйдің иесі екендігін айтады. Жұп бұл бейтаныс әйелдің біртүрлі екендігін бірден байқайды, алайда оған қатты мән бере қоймайды. Олар үлкен үйге кіріп ішін аралайды. Қыз камераны шығарып үйдің ішін түсіре бастайды. Алайда Ребекка камераны көре сала теріс қарайды және де бұл оған ұнай қоймайды. Әйтсе де қызық, олар келместен бұрын өздерінің видеоға түсіретіндігі туралы ескерткен болатын. Үйді аралап болған Тедди әжетханалардың бірінің жұмыс істемейтіндігін айтады. Ребекка ертең инструменттерді алып келіп жөндеп қоятынына уәде берді. Үй егесі кеткеннен ақ жұп тіркелушілері үшін үйдің ішін түсіре бастады. Осы сәтте олар жертөледегі кіруге тыйым салынады деген жазуды байқады және де үйдің ішінің барлық жерінде камера орнатылған болатын. Жаңа видеоны каналға жүктегеннен кейін жұп ұйқыға кетеді. Түн ортасында Тедди оянып кетіп балконға шықты. Жігіт қараңғылықта бір адамның бейнесін көргендей болады. Алайда оны Клэр кеп түрткен кезде әлгі бейне жоғалып кетеді. Таңда жұп каналдарының блокқа түсіп қалғандығын көреді. Ашулы Клэр мәселені шешуге тырысып жатқан сәтте Ребекка келіп әжетхананы жөндеуге тырысуда. Шынында оның қолынан ештеңе келмей көңіл күйі түсіп кетіп жұпқа үй туралы жаман пікір қалдырмайсыздар деген үміттемін деп кетіп қалады. Я очень надеюсь, что это не повлияет на оценку. Кешке жақын жұп орманға серуендеуге шығады. Осы сәтте Тедди қызына ұсыныс жасамақшы болады. Алайда Клэрдің көңіл күйі жоқ екенін байқаған жігіт бұл ойынан қайтты. Шын мәнінде Клэр олардың каналдарының блокқа түсіп қалғандығын уайымдап жүрген болатын. Онсыз да канал соңғы кездері аз табыс беріп жатыр еді. Сонымен қатар қыз олардың шегіне жеткендігін, бұдан кейін тек қана тіркелушілердің азая бастайтындығын айтады. Түсірілген видеоларды қайтадан тексеріп жатқан Клэр Ребекканың біртүрлі қылықтарын байқады. Оның үстіне жұпты түн ортасында сырттан келген қорқынышты дыбыс оятты. Тедди бірінші қабатқа түсіп әжетхананың өздігінен жұмыс жасап кеткенін көрді. Оның үстіне оның ішінде адамның тісі жатыр еді. Ертеңіне жұп қуанышты жаңалықпен оянады, өйткені олардың каналы блоктан шыққан болатын. Керемет көңіл күймен төменге түскен Тедди асханада тамақ жасап жүрген Ребекканы көреді. Қыз үйде болып жатқан біртүрлі жағдайлар үшін олардан кешірім сұрау мақсатында таңғы ас дайындапты. Бұл жағдай оларды қатты таңғалдырды, алайда ең таңғаларлық жағдай таңғы ас барысында орын алды. Клэр қыздың тамағын мақтаған сәтте Ребекка оларға камера арқылы жауап қатады. Осыған қарағанда Ребекка олардың не істеп, не әңгіме айтып жатқандарын біліп отыратын секілді. Кейін Тедди үйдегі камераларды өшіріп тастамақшы болады, алайда осы сәтте біреу терезеден тас лақтырады. Көшеде олар Бераны көріп қалады. Бір кездері жұп оның үйі туралы жаман пікір қалдырып, осының арқасында оның бизнесі тоқтап қалған болатын. Осы сәтте Ребекка пайда болып, сынған терезені көргенде ашуға беріліп, Бераны тыңдамастан қуып жібереді. Кейін Ребекка сұхбат беруді ұсынып, сұхбат барысында есі дұрыс емес адамдар секілді қылық көрсетеді.
Ол кезінде үйді жалға алған кәрі жұп туралы айта бастайды. Ребекка жалғыз өзі өмір сүретін, ал олар болса қызға өздерімен бірге тұруға рұқсат берген екен. Айтып беріп жатқан кезде Ребекка жылай бастады. Сол себепті де Тедди бұл біртүрлі сұхбатты тоқтатты. Кешкісін жұп түсірілген видеоны көріп жатқан сәтте Ребекканы көбірек түсірулері керек екендігін түсінеді. Өйткені адамдарға біртүрлі адамдарды көрген ұнайтын. Бұл сәтте Ребекканың оларды аңдып тұрғандығы жұптың түсіне кіріп шықпаған болар. Кейін қыз үйге кіріп видеоның жүктелуін тоқтатып тастады. Келесі күні Тедди мен Клэр тағы да орманға серуендеуге шығады. Осы жолы жігіт ақыр соңында қызына ұсыныс жасайды. Клэр қуана келіседі, алайда жігіт қыздың кейінен камера түсіріп тұрғандықтан каналда көбірек қаралым болу үшін ғана келіскендігін біледі. Көңіл күйі түсіп кеткен Тедди кетіп қалады, алайда Клэр оны тоқтатып үйге қайтқаннан кейін барлығын талқылауға уәде береді. Үйге қайтқан жұп ноутбуктарына біреудің тиіскендігін байқайды. Кейін басқа біреудің атына жазылған хатты тауып алып, үйдің шын мәнінде Ребеккаға тиісті емес екендігін біледі. Қорқып кеткен жұп тез арада заттарын жинап жолға аттанады, алайда жолда оларды Ребекка тоқтатты. Қыз кетпестен алдын оларға соңғы тосын сыйы бар екендігін айтады, және де оларға камераны өздерімен бірге алып жүрулерін сұрайды. Клэр олардың біртүрлі үй егесін тағы да біраз түсіруге мүмкіндіктері бар екендігін түсініп Теддиді көндіреді, және де олар орманға аттанады. Олар ол жерде аяқ-қолы байланып, аузы жабылған Бераны көреді. Ребекка пышақты алып, Клэрді барлығын түсіруге мәжбүрлейді. Қыз олар келгелі болып жатқан келеңсіз жағдайлар үшін өзін жаман сезінеді, және де бұл жағдайға себепшілердің ішінде Бера да бар еді. Қыз әйелге пышақпен шабуыл жасады. Мұны көрген Тедди мен Клэрдің жүректері жарылды. Бірақ сәлден кейін Ребекка Бераның аузын ашып тұрғызады. Сөйтсе, мұның барлығы пранк екен. Олар жай ғана Бераның бизнесін тоқтатып тастағандығы үшін жұпқа сабақ бергісі келіпті. Ребекка олардың камерасын тартып алып, шығындарын жабу үшін камераны әйелге береді. Кетпестен алдын Тедди Ребеккаға оның шын мәнінде үйдің егесі емес екендігін білетінін байқатып қояды. Өзінің әшкереленгендігін сезген қыз Берадан кешірім сұрап, сосын оны аяусыз өлтірді. Тедди мен Ребекка қорқып кетіп, Ребекка оларды машинада күтеді деп ойлап үйге қашып кірді. Бірақ қыз бұл уақытта уже үйдің терезесінің алдында қолында машинаның кілтімен оларға ашулы қарап тұр еді. Жұп бар күшін қолданып Ребекканы үйге кіргізбеу үшін есікті жабады. Клэр қызға барлық видеоларды өшіріп, болған жағдайлар туралы ешкімге айтпайтындықтарына сендіруге тырысады. Ребекка оларға сенбей жай ғана кетіп қалды. Клэр басқа шығар жол іздеп жүрген кезде жабық тұрған жертөлеге тап болады. Ол жерде жататын орын мен жұмыс жасап тұрған камералар бар еді. Сөйтсе Ребекка осы уақытқа дейін ешқайда кетпей олармен бірге жасаған екен. Клэр компьютер арқылы үйдегі камераларға байланып Теддидің терезенің алдында тұрғанын көреді. Осы сәтте Ребекка камералар арқылы жігітке осыдан алдыңғы тұрғындарды өздерімен бірге тұруға рұқсат бермегендігі үшін өлтіргендігін айтады. Сонымен қатар ол өз қылмысының ізін тазалап қашпақ болып жатқан кезде Тедди мен Клэр келіп қалған болатын. Осы сәтте Клэр компьютердің интернетке қосылып тұрғандығын көріп видео жазады, және де тіркелушілеріне бастарынан өткен жағдайларды айтып беріп, полицияға хабар берулерін сұрайды. Видео жүктеле бастағанда қыздың арқасында Ребекка пайда болады. Тедди жертөледен шығып жатқан дыбысты естіп жүгіріп келеді, бірақ барлығы кеш еді. Ребекка Клэрді аяусыз өлтіреді, және де Тедди есікті жаппастан бұрын оны жарақаттап үлгереді. Жаралы жігіт әрең дегенде үйден шығып жерге құлайды. Осы сәтте Ребекка жертөленің басқа есігі арқылы сыртқа шығады. Қыз қолына камераны алып жігіт қашып бара жатқан кезде өзін видеоға түсіріп, нағыз блогерлер сияқты сөйлейді. Тедди бар күшімен орман арқылы қашуға тырысуда. Осы сәтте жігіт шынайы үй егелерінің денесіне сүрінді. Біраз уақыттан кейін жігіт машинасына жетті, алайда әлсіздіктен есікті аша алмай жерге құлады. Осы уақытта есі ауысқан Ребекка жетіп келді. Ол барлығын камераға түсіруде. Ол жігіттің сақинасын алып өз саусағына тағады. Содан кейін жаралы жігітті де өлтіреді.
Осыдан кейін ол машинаны үйге алып келіп, үйді тазалап, қан іздерін жуады және де сақинаны өзінің коллекцияларының қатарына қосады. Кейін ол жертөлеге түсіп, Клэрдің жазған видеосының жүктелгендігін көрді. Қыздың бойын кішкене уақытқа қорқыныш биледі, алайда ол пікірлерді көрген кезде қорқынышы сейілді. Өйткені көрермендердің бәрі мұның барлығы аудитория жинау үшін жасалған қойылым деп есептеді және де бірінен соң бірі каналдан шығып жатты. Ал бақытты Ребекка болса, олардың видеосын қойып, Клэрдің денесін шығарды. Осымен фильм аяқталды. Достар, көптеген көрермендердің сұранысы бойынша осындай қорқынышты жанрдағы фильмді шығардық. Егер сіздерге осындай жанрдағы фильмдер ұнайтын болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта барынша түсіруге тырысамыз. Және де әдеттегідей фильм ұнаған болса, оны 1-ден 10-ға дейін бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналдың дамуына үлес қосу үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.